Кете ежелгі заманғы сақ, ғұн дәуірінде қалыптасқан көне тайпа. Алтай аймағындағы түркі тілдес тайпалардың бірі. Академик Әлкей Марғұланның айтуынша, массагеттер осы кете тайпасының ата-бабалары. Қазіргі кетелер массагеттерден бөлініп шыққан. Бұғы есімді батырдың тікелей ұрпақтары. Бұғы батырдан Құба жырау, одан Кет бұғы, Кер бұғы екі баласы болған. Бабалары көк тәңірге табынған. Бұғы батырдың ұрпағы өздері мекен еткен жаз жайлауы болған ата қонысы Кет өзені мекеніне байланысты кетелер болып атана бастаған. Кіші жүз Алшын тайпасының құрамындағы Қаракесек тайпалар одағына жататын 6 тайпаның бірі болып саналады. Халық арасында кең таралған ауыз әдебиетінде Қаракесек тайпалық бірлестігінің түп атасы Байсары кете атанған деген. Сібірдегі Кет өзенінің сағасы бабаларымыздың қыстауы болған, ал шығысы жаз жайлауы Керлеуіт өзенінің шығыс аймағы болған. Осы жерде Бұғы батыр туған Байсарының арғы тегі Кет бұғының жет атасы. Байсарының шыққан ата тегі Кете тайпасынан шыққан. Бұғы батырдың тікелей ұрпағы. Біз шежіреде Байсары Кете атануымыз сондықтан. Кете Байсары шежіресі. Бұғы бабамыздан Құба жырау. Кет бұғы. Байсары, Майлыбай, Бозаншар, Адамғожа, Түменғожа, Тойғожа. Майлыбай бабамыздың есімі Кетеге ұран болды. Қазіргі жер басып жүрген кетелер Бозаншардың үш баласы Адамғожа, Түменғожа, Тойғожаның ұрпағы. Төп бабасы Байсары. Адамғожадан Сәду, яғни Ожырайлар, Сәбден. Түменғожадан Қара кетелер. Тойғожадан Ақ кетелер атанған үш таңбалы кетелер осылар. Тарихи деректе 1300 жылы Алтын Орда ханы Тоқтаханға қарсы бүлікте Байсары бабамыз баласы Майлыбай екеуі Кете шағыл деген жерде қаза табады. Ол жер Байсары қорымы аталады. Қазіргі Құлсары қаласының терістігіндегі 15 шақырым жерде орналасқан. Жем өзенінің бастауы Кете шағыл деген жерде. Қазір Байсары қорымы. Бақашы әулие атанған Әбілқайырдың заманында Бақашы әулие бабамыз Байсары қорымына жерленгеннен кейін халық Бақашы әулие қорымы атала бастаған. Бұл қорымда жаугершілік заманында батыр бабаларымыз соқпай кетпеген. Дұғаларын оқып Құран бағыштаған. Бұл қорымда Кетенің атақты батыры Арал батыр. Атақты би рубасы Әжбай бабамыз жерленген киелі жер. Алтын Орда заманында Шыңғыс ханның көзін көрген Кетеден шыққан тарихи тұлға. Түркі әлемінің рухани ұстазы болған Сыпыра жырау. Ақсақ Құлан күйін шығарған Құба жырау. Хақназар ханның кеңесшісі болған Кіші жүз Алжын тайпасының басын біріктірген Қаршыға би жырау. 17 ғасырдың атақты жыраулары Аманжол жырау, Мырзабай жырау, Үкі жырау, Махмұд жырау, Жылқайдар жырау. Байсары кетенің 18 ғасырдағы атақты батырлары. Құдайназар батыр Әз Дәукенің бас уәзірі болған. Текей батыр Әз Дәукенің бас сардары. Қарпық батыр, Қарабазар батыр, Абақан батыр, Ақкөбік батыр, Кеген батыр, Түменқұл батыр, Жаншыбай батыр, Едіге батыр, Нәдірәлі батыр, Бөрбай батыр, Болат батыр, Итеке батыр, Қарағисық батыр, Есетбай батыр, Прем батыр, Боранқұл батыр, Қитар батыр, Қожық батыр, Жәнекі батыр, Естек батыр, Ебескі батыр, Алтай батыр,
Құтығай батыр, Жұлдыз батыр, Арал батыр, Наурызәлі батыр, Барсай батыр, Балта батыр, Мамыт батыр, Түйте батыр, Құсырман батыр, Майлы бидің ұрпақтарынан шыққан батырлары: Айтбай батыр, Қоныс батыр, Жаңбыршы батыр, Жәдіген батыр, Қожгелді батыр, Сәду, Ожырай батыр, Мырза батыр, Рысқұл батыр, Қоршы батыр, Алдияр батыр, Бәтке батыр, Құрманғожа батыр, Жамбай батыр, Байқошқар бидің батыр ұрпақтары: Шали батыр, Сәдір батыр, Ебескі батырдың қызы Құндыз батыр, Тамай Есет батырдың қызы Әжібай бидің келді. Қалмақтырған соғысында ерлік көрсеткен анамыз Ботагөз батыр. Кетенің қыздарынан туған қазақ батырлары: Қарақыпшақ Қобыланды батыр, Тама Есет батыр, Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, Әулие Бекет ата, Әлия Молдағұлова. Байсаркете Тоқтаболат хан Қожамжар батырдың ұлы қалмақ шапқыншылығына қатысқан, Кете еліне кіші хан болып сайланған Түменқожа ұрпағы. Байсаркете Қаражабай 1812-1870 жылдары қоқандықтар мен хиуалықтарға қарсы күрескен батыр. Байсаркете Қоңыр батыр Қойқожа ұрпақтарының ішіндегі айтулы батырлардың бірі. Байсаркетеден шыққан билер мен жыраулар: Болпыш би, Әжібай би, Тайшық би, Майлы би, Әлмәмбет би, Қараш би, Бүркітбай би, Есен би, Есенғали би, Бүркітбай би, Қаратау би, Жылқайдар жырау, Дәндібай жырау, Үш сары Бейсенғали жырау. Байсаркетеден шыққан ақындар: Тұрмағамбет Ізтілеуұлы, Кете Жүсіп, Мұзарап Жүсіпұлы, Аманжол ақын, Қызыл ақын, Ертай Ашықбайұлы, Сүйкімбай мен Сүйіндік Киікшіден шыққан қос жүйрік ақындар. Байсаркетеден шыққан әулие мен ишандар: Сүлекөй әулие, Сүлеймен әулие сынықшы, Шекітбай ишан, Алдашбай ахуан, Шімет ишан, Жиенәлі қазіреті. Социалистік еңбек ері, әлем рекордын жаңартқан Тарыдан Шығанақ Берсиев, атақты жылқышы Медетбаев Дауылбай. Мамыт Түйтеден Бабатай топырағынан шыққан тұлғалар: Сүлекөй әулие, Кішмет ишан, Жиенәлі қазіреті, Қызыл ақын, Ертай ақын, Үш сары Бейсенғали ақын, Дәндібай жырау, ағартушы Абатов Нұрдаубай. Қазақтан шыққан тұңғыш генерал Жансен Кереев. Бұғы елінен тараған бабам менің кет бұғы, баласы батыр Байсары өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, туып одан екі ұл Бозанша мен Майлыбай. Азамат еді, ер еді, белдескеннің белін үзіп, егескенді еңіреткен, елі үшін жан беріп, қан майданда қақ жарып, намысын қолдан бермеген жау жүрек батыр Майлыбай. Үш аталы кетенің діңгегеді түбеді, асылы еді, ер еді.